Баламның сәдегі 3 күн болды жабылып қалғалы. Не болды дейсіз ғой? Барлық мұғалімдер жалақыларын көтерсін деп көшеге ереуілге шықты. Шынымен, менің естуімше Лос-Анджелесте мұғалімдардың жалақысы өте төмен. $3000, кей кезде 3000-ге де жетпеуі мүмкін. Ал $3000 Лос-Анджелесте өмір сүру мүмкін емес. Қазір барлық тауарлардың бағасы қымбаттап жатқанда. Сол себептен мен ол кісілерді түсінемін. Бірақ мен бір таңғалғаным және әсерленгенім, мына кісілер ереуілге шығардан бұрын балаларға кітап, үйде сурет салсын деп қағаз, қарындаш, көп материалдар дайындап берген. Және бізден iPad керек па деп сұраған, жоқ, iPad керек емес деп алған жоқпыз. Кеше түнде мектеп директорынан хат келді, ертең сәдек ашылады деп. Қуанып кеттік. Бүгін таңертең сәдекке апарып тастадық.